Ассаламағалейкум қазақ елі. Бүгінгі біздің видео Clash of Clans туралы видео. Толығырақ айтқанда, столица клановтағы рейд, яғни атака, шабуыл туралы екінші бөлім. Сонымен шабуылдарымды қарай кетейін. Жалпы мне Фами және Нурис деген менің аккаунттарым. Екеуінен де мне бір мен екінші орынды алыппын. 18.000 очкомен, балмен. Сонымен қараңыздар, карьер Големов деген бар ғой, деревня. Сода бір шабуылмен 100% алғанмын. Қалай екенін көрсетейін. Көп кісілер осындай өзгертілмеген базаға даже шабуыл 2 рет шабуыл жасап қана 100% алып жатыр. Көп байқап жүрмін. Бұл жерде мен бір шабуылмен 100% алдым. Сонымен қараңыздар, мынандай база. Экранның сол жағасында әскерлерім бар. Неге бұндай әскерлерді алдым? Өйткені шабуылды оң жақтан жасайтын болып шештім. Бір стена бұзатын мен мына жерге жіберем. Мына стенаны бұзамда, жолды ашам. Гигант жіберем, 2 гигант жіберем, 3 макты жіберем да примерно. Сөйтіп мына жерде 4 нені құртып алам, 4 базаны. Сол кезде мына жерде осымен арбалетке жол ашылады. Сол кезде ученицаларды жіберіп, екеуін құртып аламын. Содан соң қалған гиганттар мен қалған мактарды жалпы бүкіл әскерімді осы жерден жібере саламын. Екеуін құртып алған соң қайтадан қайталап кетейін. Мына жерді құртып болады. Содан соң мына жерге көшкен кезде осы жерге хилді жіберем, жанды көбейтетін заклинание, чтобы өліп қалмас үшін. Өйткені мұнда әртүрлі нелер, жанды кетіретін жаудың данелері бар. Көрейік сонымен. Стенаны бұздым. Так, мінекей 2 гигант, 2 маг. Даже 2 магтың өзі да жетеді екен. Мінекей жол ашылды екеуіне. Ол жерде мне лучницалар жіберіп, мына екеуін жойып алатын боламын. Кішкене өткізіп жіберейін тез. Ақырғы лучницам жіберіп, арбалетті жойып жібердім. Бағана айтқандай жанды көбейтетін заклинание жібердім мұнда. Мына жермен жоғарда ғана жаудың зданиясы қалды. Шабуыл жасайтын. Сонымен осылай 100% алдым. Бұл біздің бірінші шабуылымыз. Жалпы бұл видеода мен где-то 8-10 шабуылымды көрсетемін. Так, мынау менікі емес. Мұнда қараңыздар, жаңағы база карьер Големов еді, деревня. Екінші деревня. Қараңыздар, мастерская строителя 2 шабуылмен 100%. Көре кетейік. Мұнда естеріңізде болса, көрген болсаңыздар, бірінші бөлімде осындай базаға шабуыл жасап көрсеткен болатынмын. Бұл жолы кішкене басқашалау. Неге басқашалау? Өйткені мына жерде мына пушка жатқан болатын. Кішкене орындары өзгертілген, бірақ шабуыл бұл жолға тактикада жақсы өтті деген ойдамын. Гиганттарды жібердім әдейі мына жердегі ловушкалерді шығартып алу үшін және арбалеттерді жойып алу үшін. Так.
Байқасаңыздар, жанды көбейтетін заклинание жіберген жоқпын әлі. Ол өткен бұл жерде қажеті болмады. Мінекей осы жерде гиганттар көп болғандықтан осы жерге жібердім. Жанды көбейтетін заклинанияны. Бұлай астында кете береді, гиганттар өлтіре береді өздері. Жоғарысынан қазір бастаймын шабуылды жоғарыдан. Мінекей мына жақтан драконды жіберген екенмін. Дракон жалпы маған ұнады. Кейбір ыңғайлы жерлерде осы драконды алуға болады. Сонымен осылай почти 60% жойдық, 60%-ке. Келесі шабуылым екінші аккаунтымнан жасадым. Бұл жерде қараңыздар, 7 лучница, 6 гигант, 6 маг және 1 стена бұзатын әскерді алған екенмін. Көрейік. Лучницаны жібердім, арбалетке жол ашу үшін. Тағы лучница жіберіп, арбалетті жойып алғым келді. Тез-тез өткізіп жіберейін. Сонымен міне арбалетті жойдым. Енді шабуылымды жоғарыдан жалғастырамын. Гигантты әртүрлі жерден жібердім, өйткені ловушкалар болуы мүмкін. Сондықтан осындай тактика. Мына жерге жанды көбейтетін заклинание, өйткені жанды көп құртады біздің әскерлеріміздің жандарын. Сондықтан осы жерге заклинание. Байқасаңыздар, 1 маг пен 1 стена бұзатынды алып қойдым. Оны мен мына жерге жіберем астына. Мінекей жібердім. Жоғарыда гиганттар келем дегенше жандарын құртай берсін дедім. Осы жерде стена бұзатын жібердім. Бітті ғой, өлді шаулар. 100%, екі шабуылмен 100%. Жоғарыда біреу қалып кеткен сияқты ғой. Мынау қалған екен. Тез-тез өткізіп жіберейін, 4x-қа қойып. Мінекей достар, шабуыл жасадық. Долина колдунов. Көрейік, қандай шабуыл жасағанымды. Так, бұл база, қараңыздар, ыңғайсыз жерлерде орналасқан. Бір инферно мына жерде, екінші мына жерде, в общем, әр жерге лақтырылып тасталынған. Сондықтан экран сол жағына қарай кетсеңіздер, осындай әскерлерді алғанмын. Ал шабуылды көрейік, не істегенімді. Мына жерде варварды жібердім. Так. Ортадан шабуыл жасауды дұрыс шештім, өйткені орта ең ыңғайлы жер болып саналады. Өзім үшін солай. Көрейік. Сонымен 48% бірінші шабуылымда. Так, екінші атакам. Мына жерде бомба бар екен, ұмытып кеттім.
атакам осылай басталды. Жоғарыда гиганттар бар. Гиганттарын толық жіберген жоқпын, өйткені олар керек болады. Жартысын алып қалдым. Так, мінекей. Инферно қараңыздар, бұл жерде мынау инферно қалды. Мына жерде мынандай пушка бар, жүретін пушка, ыңғайсыз, обычная пушка. Және мына жерде жаудың әскерлері бар. Менде экран сол жағына қарасаңыздар, аз ғана әскер қалды. Сонымен не істегенімді көрейік. Лучницалар жіберіп, жоғарыда керек емес пушкамен зданиені құртып алдым. 2 маг, 1 гигант. Және мына жерде миньон жібердім. Мына жерде енді қиын жер болды. Сонымен осылай 100% ала алмадым. Сонда да 3010 балл жинадым. Бұл бізде долина колдунов болатын. Лагерь варваров. Бұл жерде шабуылдар онша емес. Хотя бұл жерде 2600 очкодан балдан жинаған болатынмын. Қызық емес шабуыл, сондықтан бұны өткізіп жіберейін. Так, екінші басқа клан бұл. Бұл жерде тоже 100% алғанмын. Тағына біріншідегідей шабуылға ұқсас. Бұл жерде бір несі, мына жерде пушканы ашпаған, артиллерияма соны ашпаған. Бұл бағанағыдан да оңайырақ болды. Бағанағыдай шабуыл, экранның сол жағасында әскерлерім бар. Мінекей. Шабуылды бастадық. 2x па, 3x па қойып жіберейін, 4x қа қойдым. Примерно бағанағыдай база. Сондықтан тез өткізіп жіберіп жатырмын. Жалпы көрсін деп. Оп-оңай база бұл. Так. Долина колдунов тағы 2 шабуыл жасап 100% жеңе алмаған екенмін. Көрейік сонда да шабуылды. Мынандай база екен. Бұл вообще өзгертілмеген база. Қателеспесем, Анда 2 инферно тұр. Көріп алыңыздар, өткені бұл шабуыл жақсы шабуыл. Осындай расстановка кезінде мен всегда осы астынан шабуыл жасаймын. Осылай көріп алыңыздар. Жеті лучницам бар әлі. Мына жердегі құртуасын енді жібере бастадым. Инферноны құрту үшін сразу 2 жібердім. Мынаны құртып алдым, арбалетті бір лучницамен. Сонымен 46%-ке жеңдік.
2835 балл жинадық. Екінші шабуылымды қарай кетейік. Осы жер ең ыңғайсыз жер, өйткені біздің әскердің жандары көп азайып кетеді. Ловушкалары бар, әртүрлі мынандай шабуыл жасайтын әскерлері бар, зданиелері. Вот осында екі шабуыл, лагерь варваров деген деревня көрейік. Қараңыздар, бұл бірінші видеодағыдай, бірінші бөлімдегідей база. Оны экран оң жақ жоғарысында подсказка тұр, соны бассаңыздар, сол бірінші бөлімді көре аласыздар. Шабуылды бастайық. Жанды көбейтетін заклинание әлі жіберген жоқпын, өйткені ол бізге керек болады. Әсіресе мына жерде осылар шабуылдар болады, ол мына жерде атака болады. Сондықтан осы жерге жібердім. Осы жер қиын жер. Астынан жаудың гиганттары келе жатыр. Сонымен 60%, 3210 балл. Без комментариев көрсетіп жатырмын, өйткені бірінші бөлімде осы шабуыл туралы түсіндіріп кеткен болатынмын. Видеоның аяғында подсказка болады, қайтала кетейін.
Мінекей осы жерде стенаны бұзатын жібердім. Экран сол жағасында магым бар және миньон бар. Соларды тоже жіберем осы жерде. Осылай 2 шабуылмен 100%. Сонымен шабуыл жасап болдым достар. Осылай 18.000 балл жинап, 2 аккаунтымнан осылай 1.000 екінші орынды алдым. Осы видео ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Кланыңызға адам жинап жатсаңыздар да комментарийге жазыңыздар. Сосын мына ратуша нешінші левел, соны жаза кетіңіздер. Ал жақсы, сау болыңыздар.